Сіздермен бірге дәл осындай жұмсақ бауырсақ жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қант, тұз, дрож жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ұнымызға майонез, сұйық май, тұз салып аламыз. Дрожжымыз дайын болғанша келесі этапқа өтеміз. Су бізде қатты ыстық емес, қатты салқын емес, жылы болу керек. Қамырымыз ашығаннан кейін жақсылап тестаны жайып аламыз. Бауырсақтарымыз әдемі болып пісті. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Айка Рахматулла.